Қайсарлық пен қарапайымдылық, отанға деген сүйіспеншілік аса қатыгез сұрапыл соғыста жеңіске жол ашты деген тұңғыш елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Уақыт өткен сайын аталарымыз сыйлаған жеңістің маңызы артып келеді. Олар көрсеткен ерліктер бүгінгі ұрпақ бізге үлкен өнеге. Отан сүйгіштік қасиет әр кезде де қастерлеуге, құрметтеуге тұратын қасиеттердің бірі. Осы ұғым біздің үлкен құндылығымыз болып саналады. Отанын қорғаған жауынгер солдаттар мен офицерлердің айбыны, тылдағы жеңісті жақындатқан жұмысшылардың ерлік еңбектерінің мәңгі өшпейтіндігін дәлелдейтін белгі болып қалмақ. Мен өз атамды мақтан етемін. Атам Мұқажан Жүкенұлы Омаров 1925 жылы 1 мамырда Ақтоғаи ауданының Өндіріс колхозында дүниеге келген. Балқашта Ақбелдес және Мәмилә апайының қолында өсіп, екі үйдің ортасында жүргенде, оны Рыбтрестің Қарамұрын балалар үйіне алып кеткен. Содаң соң Талдықорғанның балалар үйіне жібереді. Балалар үйінен интернатқа ауыстырылып, сонда біраз тұрады. Кейін Нурифа Жақсылыққызы деген әже асырап алады. Ол Сәттай Аманбай деген әженің бауырларымен жалғыз ағаш колхозында тұрған. Ер жетіп, сол колхозда жұмыс істеп жүргенде 18 жасында Қызыл Армия қатарына шақырылады. 1943 жылы 6 сәуірде әскери комиссариат шешімі бойынша Қиыр Шығыстағы соғысқа жіберіледі. Ол жапон милитаристеріне қарсы ұрыстарға қатысып, қайсарлық танытқан. Соғыста минометші болған. Соғыс біткен соң 1948 жылы 20 қарашада ауылға қайтады. Сол жылы аға кондуктор болып жұмысқа орналасады. 1952 жылы Балқаш қаласына көшіп келіп, Балқаш тау-кен металлургиялық комбинатының мыс электролиз цехында, сонымен қатар қалалық білім бөлімінде де еңбек еткен. Күлдара шәжем екеуі 7 бала тәрбиелеп жеткізген. Бүгінде 15 немере 5 шөбере сүйіп отыр. Майданда көрсеткен ерлігі үшін Ұлы Отан соғысының 2 дәрежелі орденімен, ерлігі үшін медалімен, КСРО қарулы күштеріне 70 жыл, мерейтойлық және Жуков медальдармен марапатталған. Жеңіс күні абыройымыз бен даңқымыздың мерекесі. Кешегі тарихын ұмытпаған елдің ғана болашағы жарқын болады. Бүгінгі бейбіт күнге жеткізген ержүрек аталарымыздың ерлігі ешқашан ұмытылмайды.